алдымыздағы осы Түркістан қаласының қонақжайлығының белгісі чайник. Суретке қайсы чайник? Ол жағында суретке чайник арман болды ғой. Бұл қайны чайник жаңа су. Мына алдарыңызда. Тек осыны айтып қоймайды елдің бәрі. Ал суретке түсіп алыңыздар. Оған енді обязательно түсеміз. Түсіп алыңыздар. Негізінде бұл кісінің өзі Диуани хикмет жазған ғой. Өзінің бір хикметінде 115 жасын атап көрсеткен. Ол жер енді 18 бөлмеден тұрады. Bir бөлмесі кітапханасы. Сол жерде шәкірттерін дайындаған, көбінесе ораза ұстаған кісі болған. Күнде бір таза ауа жұтуға, күндіз бір тамақтануға ғана шығып отырған екен. Енді Қожа Ахмет Яссауидің тоже арғы бетінде музей қылып ашып қойған 16 ғасырдан қалған жер асты шығыс моншасы бар. 16 ғасырда да зиярат етіп келіп кетушілер көп болған екен. Сол кісілер жуынып, шайынып, тамақтансын деген мақсатта жартылай жер астында, жартылай жер үстінде жер асты шығыс моншасы болады. 20 ғасырдың аяғына дейін жұмыс жасайды. Bir ғана шамның көмегімен жылытып, жарықтандырып отырады. Ол жер енді 9 бөлмеден тұрады. Bir бөлмесі асханасы, кіреберіс маңдайшасында бүкіл ережелері жазылғанына моншаға түсуші. Алматыда арасан монша соғылады ғой. Сол кезде осы монша сияқты соғамыз деп, қалай су кіргізген, қалай бір шаммен жылытып, жарықтандырып отыр деп, системасын көреміз деп ашады да өздері қолдан қыртып алады. Сөйтіп қайта қалпына келтіре алмай музей қылып ашып қояды. Әйтпесе 1975 жылдың аяғына дейін жұмыс жасаған монша болған екен. Сол жақтарыңыздағы енді американский гостиница Hampton by Hilton. Американский болғанмен осы жақтың стилінде, шығыс стилінде соғылған. Основатель дедушка Пэрис Хилтон, мировой сетевой. Сеть отелей Хилтон Қазақстанның 4 қаласында бар. Алматы, Астана, Шымкент осы жерде. Алматы, Астана, Шымкентте өздерінің америкалық стилінде, бұл жерде шығыс стиліне рұқсат етілген. Өтіп атқанымыз Арбат восточно-европейская кухня. Сол жақтарыңызда көп ғимарат тұр ғой. Атырау облысы салып берген Ұлы Дала елі музей. Бұл музей жұмыс жасап тұрған музей, күнделікті кешкі сағат 7-ге дейін. Өте қызықты музей, екінші этажында голографиялық шоу бар. Не біреулер күшті көрмейді осы не нәрсе? Олар звездное небо деп освещение береді Дубайда. В общем, тура осындай зонтик болып, сол жерден өтсе. Зонтик сияқты ашылады ғой, кондиционер болыпшы. Бұл жерде освещение береді бізде, звездное небо. Енді алдарымызда көлденең тұрған визит-центр Жамбыл облысы салып берген туристер орталығы. Туристерге гид-переводчик керек болса, осы жерден алады. Ішінде кішігірім музей выставкасы бар. Сол жақтарыңызда Сидней сияқты ғимарат тұр ғой. Австралияда Сидней опера, балета, театр, пароходтың парусы деп бейнеленсе, бізде арт жақтан намаз оқыған кісі, алдыға былай сәждеге үйіліп атқан кісінің бейнесі бейнеленген. Астана қаласы салып берген Қожа Ахмет Яссауидің музейі. 14-тен бізде тек қана бір қорғанды көріп тұрсыздар ғой. Сол қорған ғана 14-тен қалған жалғыз оригинал қорған. Оны орыс патшалығы 4 рет бомбалап ала алмаған қорған. 19 ғасырдың аяғында түрік елінің сәулетшілері реставрация жасаған. Рабиға бегімдікі кішісі, үлкені Қожа Ахмет Яссауи кесене. Алдарыңызда 3-ші қақпасы, шығыс қақпасы Мүсәллә араб тілінен аударғанда намаз оқу, Құдайға табыну деген мағынаны береді. Сол жақтарыңыздағы визит-центр Жамбыл облысы салып берген туристер орталығы. Туристерге гид-переводчик керек болса, осы жерден алады. Ішінде кішігірім музей выставкасы бар. Енді жалпы кесененің аумағында 21 хан, 56 батыр жерленген. Сол жақтарыңызда сол 21 ханның құрметіне қойған монумент. Әр қанатында бір-бір ханның есімі жазылып, 21 қанаты бар. Керей Жәнібек ханнан басталып, Кенесары ханнан аяқталады. Енді осы жартыда бізде 67 гектар аумақталса, болашақта оң жақтарыңыздан тағы 22 гектар жер ашылады. О жерде енді жер асты мешіті дедім ғой, содан бастап қазба жұмыстар жүрген кезде ескі қалашық шығып,
Мына оң жақтарыңыздағы сары конструкциядан 5 күлтөбе соғылады. Күлтөбе бұрында хандардың құрылтай жиын өткізген жері болған. Соның астында қазір археологиялық жұмыстар жалғасын табуда. Мына енді сол жақтарыңыздағы мешіт, ақ мешіт, бұны Турция президенті Эрдоган осы Түркістан қаласына тарту етіп салып берген. 2015 жылы сәуір айында қолданысқа берілген. Бұдан да биіктік соғылып кеткен, басын бұзып, қайтып осы биіктікке соқты. Себебі Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінен биіктік асып кетуге рұқсат етілмеген. Мына енді аркадан бастап біз тұңғыш президент саябағына кірдік. Мына көп қалада тұңғыш президент саябағы бар, кішігірім аллеямен аркасы болады ғой. Бізде Қазақстан бойынша ең алғашқы үлкен президентский парк 44 гектар аумағы бар. Аяқ жағында 5 гектар жасанды көлі бар. Сол жасанды көлдің ортасында Алматының сәл шашады енді. Ана самокаттан қаштым ғой. Онда тұра қалды. В общем, 5 гектар жасанды көлдің ортасында Алматының Көктөбесі сияқты Шынар төбе бар. Соның үстінде қазақтың 7 қазынасы, алтын адам, тайқазан, бәйтерек, түйе бәрінің монументі орналасқан. Енді осы күнге шейін бір шынар ағашы тұрған төбедеші Назарбаев өзі кеп отырғызған 1000 жылдық ағаш 10 ғасыр өмір сүретін, сол шынар ағашының құрметіне Шынар төбе деп аталған еді. Бірақ енді осыншама жыл күтіп баптап дәріледі, в общем, жерсінбеді, құрап қалды. Осыдан бір ай бұрын алып тастады. Енді қазір көлдің жағасына барғаннан кейін уақытқа қарап 15 минут ровно уақыт беріледі. Мост арқылы өтіп, фото, видео түсіп шығасыздар. Сол жақтарыңызда осы президентский парктың өзінің фонтандары бар, көлінің фонтаны бар. Президентский парк фонтаны. Ана бір келгенде бәрін көрсе әдемі дашы. В общем, енді осы жерде уақыт қарамаңыздар. Ояғында өздері сөйтіп бейнелейді ғой, парус деп. Бізде арт жақтан намаз оқып жатқан кісі алдыға былай сәждеге иіліп жатқан кісіні бейнелеген. Астана қаласы салып берген Қожа Ахмет Яссауидің музейі. Қызылорда қаяқты салған? Мына шығыс моншасы ғой, оң жақтарыңыздағы, айтып өттім ғой. Қызылорда облыс салып берген шығыс моншасы. Бұл монша енді жұмыс жасап тұрған монша, күнделікті түнгі сағат 12-ге дейін ішінде хамам, бассейн, пилинг, массаж барлығы бар, барлығы бар. Общийда жаңағы барлығы. Обычно кішкентай бассейн тұрады бұрышта, бұда 3-5 үлкен бір бөлме бассейн, тереңдігі 2 метр. Семейный ма әлде? Жоқ, общий бар, онымен номерлер бар, номерлерде бірақ бассейн, хамам жоқ. Сол жақтарыңыздағы бағана университеттің бірінші корпусын көрсеттім ғой, сол университеттің екінші корпусы артында көлденең тұрған осы университет студенттерінің жатақханасы. Сол жақтарыңыздағы айтып өттім ғой, виде золотого яйца алтын самұрық деп аталады. Ішінде 8 летающий кинотеатр бар. Бағана көріп, çok болып шықты. Күшті, 107. Şunda letaющий. Ой, міндетті барыңыздар. Керемет екен. Керемет тұра, ондай 7,5 екен бір адамға.
В общем, каждый вторник 50% скидка, а там была еще 75. Ана бар мен жүріппіз. 12-ден 6-ға дейін. Все, в общем, осы жердің сөзі, да? Рахмет.